Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін менде алғашқы видео рецепт. Бүгінгі үйренетін тамағымыз паста альфредо. Ендеше кеттік. Бізге ең алдымен қажет болатын заттар: бізде тауықтың төс еті, үйіңізде болса грейпи қоссаңыздар да болады. Мен магазиннен таппағандықтан тек қана осы тауықты қолданып жатырмын. Содан кейін чеснок, бізге 2-3 тал ғана қажет. И осындай жуа. Менде жуа үлкен болғандықтан осындай жарты жуаны қолданып жатырмын. Содан кейін мынандай спагетти қолданасыздар. Менде осындай магазинде бар тапқаным. Сіздерде басқаша түрлерін, затқа арналған, пастаға арналған түрлері болады ғой, соны қолдансаңыздар болады. Содан кейін менде мына жерде сливки жалпы 20% болған дұрыс. Менде 33%, мен өзім торт жасайтын болғандықтан үйде тек қана осы 33% бар екен. Магазинде де сливки жоқ екен. Сондықтан бүгінгі спагетти, бүгінгі пастамыз бармен базар деп аталады. Ең алдымен осы тауықтарды турап аламыз, жұқалап, әдемілеп тураймыз. Жегенде де приятно болу үшін. Арттағы звуктарға мән бермейміз, себебі үйде кірмәшін қосылып тұр. Осы жетіп қалар енді біздің үйде ондай көп адам жоқ. Мен осылай 3 чеснокты ашып алдым. Енді тураймыз ұсақтап. Осылай майдалап турап аламыз чесноктарымызды. Достар, менің каналыма подписаться етіп қойыңыздар. Лайктарыңызды аямаңыздар. Бұйырса алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлсем. Білмеймін, осы уақытқа шейін неге ютубты жүргізбегенімді әлі күнге шейін өзім түсінбеймін. Түрлі тамақтарды, түрлі торттар мен пирогтарды дайындаймын. Ас үйге жақын адам бола тұра ютубты жүргізбегеніме әлі күнге шейін таң қаламын. Маған чесноктың дәмі иісі шыққан қатмайды, сондықтан осындай 3 чесноктың талын қолдандым. Жалпы сізде 1-2 ғана қолдансаңыздар жетеді. Мына жерге чесногымызды турап алдық, енді жанына жуаларымызды да турап алайын. Бұны да үлкен қылмай майдалап турайын. Араластырып алайын, себебі ең бірінші осы чесноктарды қуырып аламын. Одан кейін бар тауықпен осы жуаларды қуыратын боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, дәмі енді керемет болып шығады. Жуа салмасаңыздар да болады, әркімнің өзінің еркі. Турап болдық. Жуаны жұқалап тұрсаңыз әдемі, әрі жеген кезде білінбейді жуаның бар екені. Достар, менің сковородкам қызды. Енді ішіне мен мынандай сары май қолданып жатырмын. Жалпы сіздер 2-3 қасық сұйық май қолдансаңыздар болады. Азғантай май болса да жетеді. Енді үстіне чесногымызды, сарымсағымызды қуырып аламыз. Мен жаңа азғантай май қойғандықтан кішкене тағы да қосып жатырмын. Сарымсақтарымыз қуырылып жатыр. Енді үстіне осы тауығымызды саламыз.
Осылай бір араластырып аламыз. Содан кейін үстіне тұз, бір шынықты, мен және паприка қолданамын. Өзіңіздің қалаған специяларыңызды қолдансаңыздар болады. Дәміне қарай қоспаларын қосамыз. Мына жерде паприка, не достар, паприканы сырт olsun diye тұрады. Енді үстіне тұзымызды қосамыз. Бір араластырып алайын. Мына жерде енді спагеттиімізді қайнатып аламыз. Өзіңізге қажетті мөлшерін ғана алып, суға тұз салып қайнатып аламыз. Вот, менде осы жеткілікті. Соның үстіне енді жуамызды қуырып аламыз. Тауықтың етімен бірге қуырыла береді жуа. Иісі енді бұрқырап шығып жатыр. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Мына тауықтың етіне көп майда қажет етпейді. Жуа салмасаңыздар да болады. Енді астын жай қойып, қаптаған жауып қойып жатырмын. Спагеттиіміз піскенше. Достар, қараңыздар, үстіне сливкимізді құйдық. Кәдімгідей күшті тамақ шығайын деп тұр, берсі Аллах қаласа. Енді үстіне спагеттиімізді құямыз. Біздің спагеттиіміз қайнап болды. Енді осыны пастамыздың үстіне қойып шығамыз. Жарты спагеттидің суын тоқтым да, қалғанын осылай үстіне қойдым. Енді бір араластырамыз. Мен тағы да азырақ тұз қосып жатырмын. Прям иісі енді бүкіл үйді алып жатыр. Қараңыздар. Астын өшіріп тастасаңыздар болады, тамағымыз пісті. Мен 5 минутқа қойып қоямын. Оның аралығында сыр турап аламын, бетіне себетін. Осында кішкентай сырт аламыз да, чоркадан өткізіп аламыз. Қазір енді бетіне құямыз. Сіздер де чоркадан да кішкентай уақытта өтіріп болса, соны пайдалансаңыздар болады. Болды, осы жеткілікті. Біздің үйде әлі ешкім жоқ, тек мен ғана жеймін қазір тамақты. Сондықтан да маған осы жетеді. Енді қазанымыздың астын өшіреміз. Қараңыздар, қалай күшті болып шыққанын. Үстіне осылай сыр себеміз. Сырды ішіне араластырып жіберсеңіздер де болады. Қазанның ішіне салып. Маған осылай жеу ұнайды. Достар, сіздермен бірге дайындаған тамағымызды ауыз тиейік. Қараңыздар, мен суретке түсіріп болған дегенше сырлары кәдімгідей еріген. Бисмилля. Ауызын өткіздірме. Бисмилля. Кафедегіден де күштіп шыққан. Кафеде айта алмайсың ғой, анандай зат салмашы, мынандай зат салмашы деп. Өзің дайындап жегенге ештеңе де жетпейді. Так, достар, маған ас болсын. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздерге кішігірім ASMR болсын. Сырын қараңыздар. Күшті дәмейді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге бір жасағаннан ұнайды, әрі бір жасағаннан шығады. Керемет. Бүгіндікке дұрыс тамақ жемегеннен ол кәдімгі күшті тамақ болды.
келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.